Мемлекет басшысымен кездесуде мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беру салаларын дамыту үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде баяндадым. Өткен жылы 29 үш ауысымды 12 апаттық мектептің мәселесі шешімін тапты. Жаңа оқу жылында тағы да 365 мың оқушы орын пайдалануға беру жоспарлануда. Мектептердің пәндік кабинеттермен жабдықталуы 2 есеге, ал интернет сапасы 3 есеге артты. Білім беру ұйымдарына адал адам, адал еңбек, адал табыс құндылықтарына негізделген біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілуде. Сондай-ақ мемлекет басшысына жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында халықаралық тәжірибелерді қолдана отырып, білім сапасын арттыру, инвестиция тарту, колледждерді бейіндеу арқылы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін трансформациялау, инклюзивті және арнайы білім беруді дамыту бойынша жобаларды таныстырдым. Кездесу қорытындысы бойынша президент Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру және білім беру ұйымдарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыстарды ұдайы жүргізуді тапсырды.